Қара марқа. Газет-журналдағы өзіме ұнаған суреттерді қайшымен қиып ап, сақтап қоюды әдетке айналдырдым. Осы әрекетімнен жаным ләззат алады. Амангелді батырдың оң қолымен белдігін қыса ұстап тұрған қайсар бейнесі өзіме сондай ұнайды. Мен де батыр боп осылай тұрғым келеді. Әуелі сол суретті еш жеріне зақым келтірмей, әліппенің арасына салып жүрдім. Сосын көзіме немістерді аяусыз бомбылаған атақты ұшқыш Талғат Бигелдинов көкенің суреті шалынды. Оны да дәл осылай дөңгелентіп қиып алдым. Қайшымен жан-жағын әдемлеп қырқып отырғанда, шіркін-ай, мен де осындай ұшқыш болсам деп армандадым. Бірақ басқа елге бомба тастау дегеннен сондай қорқам. Ол соғыс қой. Кинода қалаларды, темір жолды, кетіп бара жатқан жауынгерлерді аяусыз бомбалайды. Соғысы құрсын. Мен адам таситын ұшқыш болсам деп отырмын. Ауылдан автобусқа отырған жұрт аудан орталығы Шеліге жеткенде шопырға «Ал, жолың болсын, өркенің өссін» деп алғыс жаудырып түсіп бара жатады. Мен де самолет айдап жерге қонған сәтте жолаушылардан осылай алғыс естісем, қандай тамаша деп бір рахат күйге бөленем. Кеше 9 мамыр жеңіс күнінде газетке Әлия Молдағұлованың суреті шықты. Қолында мылтық, немістерді нысанаға алып көздеп тұр. Мерген апам біздің жерді басып алмақшы болған талай немісті жер жастырындырған болар сірә. Олар жауыз ғой, өздері ғой соғысты бастаған. Ол жаудың бетін қайтару үшін соғысты. Әттең, соғыстан қайтпай қалғаны болмаса деп, осы суретті көргенде атам бір күрсініп қойды. Әйтпесе, мынау қобдадағы тарақтының қызы ғой деген ет жансыз бейнеге шұқшия қарап. Сол суретті де қиып алып отырмын. Қайшым өткір. Апам кеше ғана базарға барып, жүзін қайратып әкелген. Үйдегі пышақпен қайшы өткір боп тұру керек деген апамның қағидасы бар. Сонан ба біздің үйдегінің бәрі өткір. Пилотка шапкасын бір жағына қисайта киген Әлия қандай сұлу. Менің әпкелерім Шара мен Гүлжахан да осындай сұлу ғой. Олар да соғыс бола қалса, Әлиядай мерген болар мекен. Жүрегім зу ете түсті. Қимайым. Әпкелерімді қан майданға қимайым. Соғыстың беті құрсын деп басымды көтерсем, Қарамарқа деп атап кеткен монтиған қоңыр қозым қасыма келіп тапырақтап тұр. Бір ай болды. Өзім шөп беріп, күтімін қолыма алғаныма, құбырды басып, мөп-мөлдір су ішкізем. Арықтан аққан лай суға тұмсығын да тигізбеймін. Өзі де қасымнан шықпайды. Әпкелерімнен кейін осы Қарамарқаны сондай жақсы көрем. Бірақ кешке таман енесі өрістен қайтқанда мені тастап, мә деп маңырап, алдынан тұра жүгіреді. Өзім де апам жұмыстан қайтқанша сағынып қалам ғой. Базардан келгенше маған не әкелер екен деп жолын тосып жүрем. Кет, дедім қасыма жақындай бергенде еркелете қарап. Ол басын алып қашты да, әудем жерге барып қайта келді. Газеттен тағы бір сурет көрдім. Ол Қаракөл қойын өсірген атақты жопан Жазылбек Қуанышбаев атамыз еді. Атаның қауғадай сақалы қандай әдемі. Бала күннен қой бағып, қозы өсіріпті. Қой дегенің береке қой деп менің атам бір сөзінде айтқан. Құдай қазақты қара қойдан айырмасын деп сақалын сипап қойған. Бірақ біздің атамдікі мына суреттегі Жазылбек атаныкіндей қауға сақал емес, бір сызық шоқша сақал. Өзіне сондай жарасады. Ол қойшы емес, ауылдың атқа мінері, бригада есепшісі. Кейін зейнетке шыққасын қауғадай қып өсіретін шығар. Осы суретті де қырқып ап, кітабының арасына салып жүрем. Қарамарқа тағы да келді қасыма. Жаңа ғана шиін ұрып беріп едім, енді су ішкісі кеп, таңдай кеберісіп тұрым екен. Кет шей, Қарамарқа, менің қолым тимей жатқан көріп тұрсың ғой. Шыда, шамалы деп бір қарағанымда, ол атқып кері бұрылып кетті.
Мен Шопан атаның кеудесінде қос алтын жұлдыз жарқыраған суретін қиып ала бергенімде, қарамарқа құлағы салбырап, қасыма тағы келді. Ой, сен де бір деп, қайшыны ұстай бергенімде, өткір жүзі қолымды кесіп, саусағымнан бүршік қан шықты. Қарамарқа бұрылып, бір секіріп кетті. Ой, сен де бір. Мөлдірген қанды көріп, қайшымды солай қарай лақтырып жібердім. Қозы жалт бұрылды да жата қалды. Төрт аяғы тырбаңдап, басын жерден аз кем көтеріп алыпты. Жіңішке сирақтары тыпыр-тыпыр етеді. Апа, Қарамарқа қарашы деп айғайлады. Ошақ басында күйбеңдеп жүрген апам маған жүгіріп келді. Ай, не боп қалды? дейді абыржып. Қарасаш, Қарамарқа тыпырлап жатыр. Ойбай, пышақты әкел. Апам пышақты маған ұстатты да, бауыздай аласың ба деді. Жоқ деп жылап жібердім. Мә, ұста пышақты. Апам пышақ ұстап тастай түйілген жұдырығымның сыртынан қолмен қыса ұстап, қозыны алқымынан орып жіберді. Ол қара жерге қаны сорғалап біткенше төрт аяғы тыпырлап жатты. Ең соңынан артқы аяғын бір серпіп қимылсыз қалды. Жаны шықты деді апа. Неге бауыздадық дедім жыламсырап. Қараш, дәл жүрек тұсында қанды. Әй, бірдеңе тиген ғой. Қасында өткір қайшының жүзіне қан жұғып, қызыл жағал боп жатыр. Сурет қиып отырып, селмеген қайшым дәл жүрек тұсына қадалыпты. Өзі де қасыма кеп, қойма бет дедім ақталғандай боп. Ажалда, деп апам терісін сыпыра бастады. Осы сен не істеп отырсың? Қойшы атаның суретін қиып алсам деп отырсам? Мейлі, ажалда, қойшы атаң сен үшін бір қозыны артық өсірер деп жұбатқандай болды. Өзім келген соң апамнан сұрадым. Неге пышақты маған ұстаттыңыз? Неге өзіңіз бауыздай бермедіңіз? Әйел адам мал бауыздамайды деді апа. Мен мұны да білдім. Әлі де білетін нәрсе аз емес. Сонан бер қолыма қайшы ұстағым келмей. Тырнағымды алсам да, көз алдымда Қарамарқа тұрады. Қазақ кім? Немерем 2-ші сыныпты бітірмей жатып, мектептегі Наурыз тойында қазақ кім деген сайысқа қатысты. Бірінші бала, қазы жеген қазақ, нағыз қазақ деп жауап берді. Екінші бала, ат мініп тазы ерткен қазақ, нағыз қазақ деді. Үшінші бала, Наурызда қазақша киініп жүрген қазақ, нағыз қазақ деп үстіндегі ой өрнегі мол шапанның өңірін бір сипап қойды. Төртінші бала, менің немерем, қазақша сөйлей білген қазақ, нағыз қазақ деп көпшілікке қабағын түйе қарады. Бас бәйге қобыланды батырша киініп, қолына қылыш ұстаған үшінші балаға берілді. Әкесі осы тойды қаржыландырған кәсіпкер екен, жүргізуші ол кісінің есімінде құрметпен атады. Бала ортаға шығып, сыйлығын алып, спасибо деп сахнадан атқи жөнелді. Ай, рахмет деп, неге айтпайсың, нағыз қазақ деп айғайлады қатарда тұрған немерем. Қазақ кім бәйгесі осылай аяқталды.